Сәлем, әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Бүгін сіздердің назарларыңызға қараңыздаршы, не деген тамаша шале стильдегі үйімізді қаланың қақ ортасында орналасқан обзор жасауға келіп қалдық. Мінекей, не деген тамаша үй, көріп отқан әрбір көрерменіме осындай үйлері бұйырсын, жұғысты болсын. Үйге келетін болсақ, орналасқан жері айта кеткендегідей қаланың ішінде 12 соттық жер телімі, автокөліктерге арналған үлкен бастырма, автоматтандырылған қақпамыз бар, банямыз бар, летняя кухня. Кеттік бірге обзор жасайық. Мінекей, мына баспалдақтың бәрі көріп тұрсыздар, тамаша таймайтын гранит, керемет брусчатка. Ал мына оң қанатымызға келетін болсақ, бұл жерде барбекю зона, қазан-ошақ, жазғы кухня, баня және жазғы санторап орнатылған. Ал мына оң жағымызға келетін болсақ, артқы аулада да өте үлкен кең жазғы алаңымыз бар, және артқы ауладан кіретін цокольный этажда да шағын ғана бір бөлмеміз бар. Ал мына холл бөлмемізге келетін болсақ, бұл шале стильді үй болғандықтан төбе биіктіктері өте биік, 6,5 метрді құрайтын осындай тамаша соңғы үлгідегі проект. Қайталанбайтын мына жерде камин ретінде увлажнителіміз бар, ТВ-зона, кондиционер орнатылған, барлық мінекей ағаштан жасалынған баспалдақ, есіктер таза қарағаш ағаш, төрімізде зал бөлмеміз. Үйдің көлемі 420 метр болады, шаршы метрді құрайды. Осындай толық жиһаздармен жабдықталған керемет қонақ күтетін бұл зал бөлмеміз болып саналады. Мынау өзінің жеке шығып кететін үлкен террасасы бар, залдан шығып кететін, және бірінші қабатта біздің мастер спальнямыз орнатылған. Ал мынау цокольный этажға кететін баспалдақ, цокольный этажда да көретін боламыз. Өте үлкен, кең, просторный екі терезесі орнатылған. Бұл жатын бөлме, мастер спальня, өзінің жеке санторабымен, әрі душевая, әрі ванная. Үй енді көрініп тұр, өздеріне арнап салынған. Өте жоғарғы деңгейдегі ремонт, материалының бәрі қымбат. Ал енді бірінші қабатта еще ас бөлмеміз қалды. Кеттік ас бөлмені көрейік. Ал мынау біздің сырттан кіргенде кіреберісіміз. Осындай шағын ғана кіреберіс, сразу гардеробный орнатылған. Төрде ас бөлмеміз, ал мына сол жағымызда қол жуатын, жуынатын бөлмелер. Бұл үйде 3 бірдей санторап. Мынау бірінші қонақтарға арналған санторап. Мынау біздің жуынатын қонақтарға арналған душевая. Ал төрде өте үлкен, кең ас бөлме, видеокамера орнатылған. Мінекей островок, отбасылық отыратын осындай керемет ас бөлмеміз. Мына төбе биіктіктерін көріп тұрсыз, 3/10-ды құрайды. Осындай тамаша үйлесімді ремонт. Және бұл үйдің бір айта кететін тағы преимуществосы, мына жерде автоматты түрде күніне 1 сағат үйдің ауасын тазартып тұратын вентиляция орнатылған. Ал екінші қабатына келетін болсақ, бұл үй негізі практичный проект, үлкен емес, артық площади жоқ. Екінші қабатында мінекей осындай керемет холлдың продолжениесі болып саналады. Қараңыздаршы, не деген тамаша көрініс. Үй өте үлкен терезе болғандықтан екінші қабатына да осындай тамаша жарық түсіп тұрады. Бұл жерде 3 бірдей жатын бөлмеміз. Бір жатын бөлме ішінде жеке гардеробмен, мынау екінші жатын бөлмеміз. Қыз балдарға арналған десек те болады, ол балдарға болса да мінекей осындай тамаша шале стильді үйдің ішінде обзор жасап жатырмыз. Ал мынау біздің тағы да бір жатын бөлмеміз. Бұл жерде бөлек-бөлек санторап. Мінекей мына жерде. Уже бұл 3-ші санузел болып саналады. Кіреберісте біреу, мастер спальняда 2, бұл 3-ші санузел. Есіктердің бәрі таза ағаш. Ал мынау біздің тағы да бір жатын бөлмеміз. Қыз балдарға арналған жатын бөлме, өзінің өте үлкен гардеробмен. Қараңыздаршы. Осындай тамаша үй. Әрбір қазағыма бұйырсын. Үй іздеп жатқан достарыңызға поделицаны басып қоюды ұмытпаймыз. Ал мына цоколімізға келетін болсақ, цокольда осындай кең-кең 2 бірдей бөлме бар. Мынау күнделікті отбасылық отыратын холл болса, осындай тамаша дневной
свет түсіп тұратын терезелер бар жерде цокольда, а мынау детская игровая осындай үлкен зал. Мінекей тамаша, кең, теплый пол, дайын кіріп тұра беретін бөлмелер.